Шабуылдаушы жаяу әскер тұрақты түрде олардың пілдері қорғаныс шебін бұзып үлгерді. Патша шегінуге тырысады, бірақ жаудың атты әскері оны артқы жағынан қоршап алады. Қашу мүмкін емес. Бірақ бұл нағыз соғыс емес. Алайда жай ғана ойында емес. Ойлап табылғаннан бері шамамен 1,5 мың жылдық ішінде шахмат әскери стратегияның құралы ретінде адам істерінің метафорасы және данышпандық эталоны саналып танымал атанды. Біздің шахмат туралы ең алғашқы жазбалар 7 ғасырда болса да, аңыздар ойынның бастауы 1 ғасыр бұрынырақ пайда болғанын алға тартады. Деректерге сүйенсек, Гупта империясының ең жас ханзадасы шайқаста қаза тапқанда, оның ағасы қайғылы хабарда анасына естірту әдісін ойлап тапты деседі. Басқа танымал ойын сауықтар үшін пайдаланатын 8x8 аштапада тақтасында екі негізгі ерекшелігі бар жаңа ойын пайда болды. Әртүрлі фигураларды жылжытудың түрлі ережелері және тағдыры нәтижені анықтайтын жалғыз король ойыны. Ойын бастапқыда чатуранга ретінде белгілі болды. Санскрит тілінде 4 бөлім дегенді білдіреді. Бірақ оның парсы сасанидтерге таралуымен ол қазіргі атауымен терминологиясына ие болды. Шахматтағы шах сөзі патша дегенді білдірсе, шахмат деген патша дәрменсіз деген тәржімеге саяды. 7 ғасырда исламның кең етек жаюына байланысты Персияны жаулап алғаннан кейін шахмат араб әлеміне дегенді. Тактикалық модельдеу рөлінен асып, ол ақырында поэтикалық бейнелеудің қайнар көзіне айналды. Дипломаттар мен сарай қызметкерлері саяси билікті сипаттау үшін шахмат терминдерін пайдаланды. Билеуші халифтердің өздері бұл ойынды құмартып ойнай бастады. Ал тарихшы Әл-Масуди шахматты өзге ойындармен салыстырғанда адамның ерік бостандығының дәлелі санады. Жібек жолы бойындағы орта ғасырлық сауданың арқасында ойын шығыс және оңтүстік шығыс Азияға дейін жетті. Тіпті көптеген жергілікті нұсқаларда дамытылды. Қытайда шахмат фигуралары го стратегиялық ойындағындай олардың ішінде емес, тақта алаңдарының қиылыстарына орналастырылды. Моңғол көсемі Тамерланның билігі цитадельдер деп аталатын қауіпсіз алаңдары бар 11-10 тақтаны көрді. Ал жапондық шоги атты ойында тыс қалған фигураларды қарсылас ойыншы пайдалана алды. Бірақ дәл Европада шахмат өзінің заманауи түріне ене бастады. Біздің заманымыздың 1000 жылға қарай ойын сарайлық білім берудің бір бөлігіне айналды. Шахмат әртүрлі әлеуметтік топтар үшін аллегория ретінде қолданылып, фигуралар өздерінің жаңа контекстінде қайта түсіндірілген. Ол кезде шіркеу ойындарға күдікпен қарайтын еді. Моралистер оларға тым көп уақыт бөлуден сақтандырды. Тіпті Францияда шахматқа қысқа уақытқа тыйым салынды. Дегенмен ойын қайта жанданып, 15 ғасырда біз білетін пішінге ене бастады. Салыстырмалы түрде әлсіз кеңесшінің бейнесі анағұрлым күшті патшайым кейпіне еніп қайта құрылды. Бұл жағдаят күшті әйел көшбасшылардың көбеюінен орын алуы да бек мүмкін. Бұл өзгеріс ойынның қарқынын жылдамдатты. Ал ережелердің танымалдануымен қатар жалпы дебюттар мен ойын соңын талдайтын трактаттар да пайда болды. Шахмат теориясы дүниеге келді. Жандану дәуірмен ойын патша сарайларынан кофеханаларға көшті. Шахмат енді батыл қозғалыстар мен драмалық ойындарды ынталандыратын шығармашылықтың көрінісі ретінде қарастырылды. Бұл романтикалық стиль 1851 жылғы өлмейтін ойында шыңына жетті. Онда Адольф Андерсен патшайымын және екі турасын құрбандыққа шалса да мат қоя білді. Бірақ 19 ғасырдың аяғында бәсекелестік ойынның пайда болуы стратегиялық есептің ақырында драмалық шеберліктің жеңетінін білдірді. Ал халықаралық бәсекенің күшеюімен шахмат жаңа геосаяси мәнге ие болды. Қырғи қабақ соғыс кезінде Кеңес одағы шахмат талантын тәрбиелеуге үлкен қаражат жұмсап, өз дәуірінде әлемдік чемпионаттарда үстемдік етті. Бірақ Ресейдің үстемдігін шынымен бұзатын ойыншы басқа елдің азаматы емес, Deep Blue деп аталатын IBM компьютері болды. Шахмат ойнайтын компьютерлер ондаған жылдар бойы дамытылып отырған, бірақ Deep Blue 1997 жылы Гарри Каспаровты жеңген кезде машинаның сол кездегі әлем чемпионының жеңуі алғашқы рет орын алған еді.
Бүгінгі таңда шахматтың бағдарламалық жасақтамасы әлемнің ең мықты ойыншыларын ұдайы жеңуге қабілетті. Бірақ бұл машиналарда адамның тапқырлығының туындысы. Бәлкім, дәл сол тапқырлық бізді осы айқын маттан шығаруға көмектесіп қалар.